Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan birga mashhur adabiyotshunos olim, adabiy tanqidchi, publitsist va mashhur tarjimon Ozod Sharafitdinov haqida ma'lumotlarni qo'shni davlatlarga ham kengdan-keng targ'ib qilish maqsadida qozoq tilida berib o'tishga harakat qilamiz. Ozod Sharafitdinov o'zbek xalqining ko'rnekli adabiyot tanuvchi g'alimi, adabiy sinchi, publitsist, ya'ni eng mixta audarmachilarning biri. Ол o'zbek adabiyotining damoni, әсіресе әдеби сын мен теория саласына аса зор үлес қосқан тұлғалардың бірі. Озод Шарафитдинов 1929 жылдың 1 наурызында Қоқан қаласы маңындағы Ахонқайнар ауылында дүниеге келеді. Озод Шарафитдиновтың заман қалып поэзиясы, әдеби этюдлар, истедод жилолары, ялау бордарлар сынды шығармалары Өзбекстандағы ең атақты шығармаларының бірі. Өзбекстан Milliy университетінің профессоры Озод Шарафитдинов Мехнат Шухраты ордені және де Беруни атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты атанған. 2002 жылдың 23 тамызында Озод Шарафитдиновке Өзбекстан қаһарманы атағы берілген. Өзбек әдебиетінің көрнекті өкілдерінің бірі Озод Шарафитдинов 2005 жылы 4 қазанда Ташкент қаласында 76 жасында әлемнен өтті.